алмастыру мүмкіндігі осы кезде пайда болды. Яғни шекаралардың жабылуына байланысты біз Қытаймен дипломатиялық қарым-қатынастар орната алмадық, Ресеймен қарым-қатынастар орната алмадық. Яғни бұл бізге отандық өнімдердің дамуына, яғни болашақта біз ешқандай бір мемлекетке тәуелді болмайтынымыздың дәлелі, кепілі болар еді. Біз бұл қарарды қолдамаймыз. Себебі және де нақты келтіретін аргументтерім ол Қазақстан экономикасында IT нарықтың дамуы, біз бұны жоққа шығара алмаймыз. Себебі қазіргі 21 ғасырда техниканың дамыған заманына байланысты біз дамыған 30 елдің қатарына кіруіміз үшін техниканы барынша дамытуымыз қажет.